Өте дұрыс. Осыны құптаймын. Масқара қазір асқа бардың ба, тойға бардың ба білмей қалатын заман болды. Оны сынап кететіндер бар екен, жаңа біреу жазып қойып маған инстаграмда астында комментарийдің ішінде. Оның қажетіне өлген үй қаралы үй, ол үйде дастарханда желмеу керек. Құдай жамандықтың бетін аулақ қылсын, бірақ енді дұрыс, осы заң дұрыс деп есептеймін. Аста төк дастарханды жайып, той да жасамайтын болды. Той жасайсың, бірақ адам саны шектейсің. Көл көсіріп, сұмдық қылмайсың, атап өтесің. Шетелдегіде бақал ұстап жүретін шығармыз. Біреудің қуанышына келдік, ау деп бақалдарды соғыстырып, ана 2 жас мәшинеге мініп кетіп қалатын жан үйге қарай. Мен сондай болайын деп тұр. Оған да қуаныштымын, о да дұрыс. Ана әншілер әр тойға барған сайын оған да салық салу керек. От, мінекей, ол да дұрыс. Кафеде сөйтіп қою керек. Бәріміздің өте, біз аламызда төге береміз бе соларға? Қызық еді. Әңгімем қызы да әлде бітпей жатыр. Қызым ыдыс жуып жатыр. Қыз өсті деген осы ғой. Сәнім, сән екен. Күнім, күн екен. Ас қонтайды, паш қонтай. Шаш қонтайды, паш қонтай. Жарығым менің. Адам болды деген осы мінекей. Қазірден жуып жатыр. Жумақ түгілі жуасың. Мен сендей кезімде нан илеп, нан жайып жүргем. Ерте айтып қойдым ғой деп құдай. 5-ші класынан бастап сөйткен. Келесі жылдан бастап сен 4 оқисың ба? Келесі жылдан бастап нан илеп, нан жайып жатсаң болады айналайын. Қыз деген істегенің өзіңе жақсы. Жоқ, істегенің бізге жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы. Айтайын деген басқа, не деп самдақ деп көттім. Айтайын деген қазір анау асқа, өлгенге, жерлегенге енді тыраштанбайтын болды. Өте жақсы закон, маған ұнады. Енді көл көсір дастархан жаймайсың, басына ақ тас пен көк тас қоймайсың.